Сәлем достар, бүгінгі сабағымызда осындай диадема жасап үйренетін боламыз. Видео ұнаса, лайк, комментарий қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл диадеманы жасау барысында бізге қажет заттармен таныстырып өтейік. Бізге ең алдымен темір ободок қажет, және де осындай темір основалар керек. Сонымен қатар моншақтар керек, өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Және де осы бұйымдарды орналастыру үшін сым керек, проволока. Айта кететін жайт, мен осындай алтын түстес диадема жасайын деп тұрмын, және де осыған сәйкес болу керек менің барлық таңдаған основаларым, және де менің тоқитын сымым да осындай түсті болу керек. Соған мән беруміз. Енді мен бірнеше нұсқасын жасап дайындап қойдым. Мынаған мен 5 штук жасаймын. 3-еуін дайындап қойдым. Енді 2-еуін сіздерге көрсетіп дайындайтын боламын. Менің таңдап алған бұйымымда, яғни мына жерін, төменгі жағын, ободокта көріп тұрғандарыңыздай, былай ішке қарай майыстырып орналастыратын боламын. Видеодағыдай ішке қарай майыстырып орналастыратын боламын. Сол себепті мына төменгі жаққа тиіспейміз. Ең бірінші мынаған қарап отырып жасасақ болады. Міне осылай ораймыз. Міне осыдан кейін артық жерді кесте салсақ болады, немесе ең соңынан барып кесек болады. Кескеннен кейін былай жерге қарай жатқызып қоямыз. Енді келесі дәл осы тәсіл бойынша міне енді мынаны қайталаймыз. Осылай мына жерден, мына бастапқы бөліктен өткіземіз. Сымды өткіземіз. Мына жаққа кішкене бөлік тастасақ болады. Яғни бұл бізге қазір қосу үшін қажет. Осы жерді алып, мына жақты қолымызбен ұстап тұрамыз. Мынаны былай өткіземіз. Солай өткізіп, енді келесі бөлікке қоямыз. Яғни бізде ол мына моншақтар. Шамалы жоғарырақ аламын. Моншақты өткізіп алып, солай тоқи береміз. Содан кейін артынан қайтадан бекітеміз. Өткіземіз, артынан шығарамыз. Шамалы тартып отырып жұмыс жасаймыз. Артынан келесі бөліктен міне жібімізді шығарамыз. Міне келесі бөліктен жібімізді шығарамыз. Қаратамыз. Қайтадан артынан шығарамыз. Дәл осы әдіспен қайталай береміз.
ең бірінші мен міне өзіме қажетті мөлшерде осындай сымымызды қырқып аламын. Және де осыны тіпті көп. Міне осыншалықты жеткілікті. Бұның өзі де көп болады. Міне осындай бұйымды алып дәл ортасына тігетін боламын. Міне бұл жерде бізде мынадай аралары ашық болған жерлерден біз өткізетін боламыз. Мысалға мен осы тура ортаға қарап, мынаған қарап отырып жасаймын. Тура ортаға қоямын. Өткіземін. Енді осыны алып біз яғни тігіп жатқан секілді жасаймыз. Бірінші өткізіп аламыз, содан кейін екінші рет осылай келесі бөлігінен өткізіп міне мына сымды астынан осылай өткіземіз. Осылай оңға қаратып, жерде кішкене бөлік бар, осыған өткіземіз. Және де қайтадан артынан мына жерде уже келесі жерге өткіземіз. Яғни бізден мықты болып тұру үшін осылай өткізу арқылы жасай береміз. Міне біз почти осыны жасап болдық. Енді артына қаратамыз. Артына қаратқан соң міне осылай айналдырып енді мынаны қайталаймыз. Яғни бұл бізге қазір қосу үшін қажет. Осы жерді алып, мына жақты қолымызбен ұстап тұрамыз. Мынаны былай өткіземіз. Екінші мәрте бекітеміз, дәл осылай. Осыдан кейін жоғарыға қарай мынау жерден, міне мынау жердегі моншақтарды тігетін боламыз. Яғни бізде ол мына моншақтар. Шамалы жоғарырақ аламын. Міне моншақты өткізіп алып, осылай тоқи береміз. Содан кейін артынан қайтадан бекітеміз. Осы жерден міне өткіземіз, артынан шығарамыз. Бөліктен міне жібімізді шығарамыз. Міне жібімізді шығарамыз, қаратамыз. Қайтадан міне артынан шығарамыз. Дәл осы әдіспен қайталай береміз.
Тағы да осындай сым аламыз. Тағы да жаңағыдай. Өткіземіз. Артқы жағына шамал осындай қалдырамыз. Міне. Енді мынадай осының үлкен және кішісін өткізіп отыратын боламын. Енді келесі кезекте осы жасаған бұйымдарымызды осы ободокқа орналастыратын боламыз. Ол үшін осындай қажетті мөлшерде сым қырқып аламыз. Мен ең алғашқысын ободоктың дәл ортасына орналастырдым. Енді екіншісін осылай соның жанына мынау екі жерін ұштастырып орналастырып шығатын боламыз. Міне асылығы осылай болады. Мынаны былай ішке қарай қайырамыз. Қайырып, содан кейін сыммен өткізіп тоқсаймыз. Ішкі бөлігіне сымды өткіземіз. Осылай орналастырамыз. Міне шамалы былай майыстырсақ болады. Келесінде дәл осылай орналастыратын боламыз. Артық жіптерін қырып тастаймыз. Енді біз осылардың арасын осындай сыммен білдіртпей осылай ұстатып шығамыз. Яғни диадемамыз жылжып кетпес үшін. Диадемамыз осындай болып шықты. Ешқандай қиындығы жоқ. Сіз де жасап көрсеңіз болады. Видео ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Сұрақтарыңыз болса пікірге қалдырыңыз. Сәлем достар, бүгінгі сабағымызда қалыңдыққа арналған гүл және де наборларды жасап үйренетін боламыз. Видеолар ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бұл наборды жасау үшін бізге қажет заттар осындай гүлдер, қайшы, скотч, ыстық клей, лента және де фетр және де әшекейге арналған бұйымдар. Енді біз ең алдымен гүлдерді осылай бір-біріне сәйкестендіріп реттеп аламыз. Ең бірінші гүлді сәл жоғарырау етіп орналастырамыз және де одан кейінгі гүлдерді одан кішірек және де одан кішірек етіп букет қылып ораймыз. Букет қылып ораған кезде осындай скотчпен 2 түйірін, 3 түйірін бірінші скотчтап алып, содан кейін жай-жайдан қосып отырып скотчтасақ болады. Сол кезде біздің букетіміз біркелкі әдемі болып шығады. Скотчты бірнеше рет қаттырақ етіп байлап, және де 2-3 жерден
орап шықсақ дұрыс болады. Видеода көрсетілгендей етіп төменгі жағында осылай скотчтап шығамын. Келесі кезекте осы қолға ұстайтын жерді жабамыз. Мысалға, бұл жерде кардонмен, әртүрлі заттармен жабуға болады. Мен фетрді қолданамын. Ең алдымен ыстық клейді жағып, фетрді бір слой орайтын боламын. Осылай қысып отырып, жіңішкелігін сақтай отырып, орап шығамын. Және де екінші мәрте дәл осылай тағы да бір слой фетрдан орайтын боламын. Ал сіздер бұдан да үлкенірек болғанын қаласаңыздар, қолға ұстайтын жердің бірнеше мәрте орасаңыздар болады. Маған осындай жіңішке болғаны ұнағандықтан осылай қалдырдым. Видеодағыдай ыстық клейді жағып аламыз, содан кейін фетрді қысып отырып, осылай орап шығатын боламыз. Ыстық клейді осылай әр жеріне тоқтап құя отырып жабыстырып шығамын. Сол кезде нығыз әрі қатты болып шығатын болады. Осылай жабыстырып болғаннан кейін гүлдерді осылай тартып ашатын боламыз. Яғни бұл үлкен объем береді. Осылай жасап шығамыз. Гүлдердің орналасу реттілігіне қарай үлкенірек қылып осылай жасап шықсаңыздар болады. Ортасы қатты ашылып қалмауын қадағалаймыз. Гүлдерді еркін орналастырамыз. Енді келесі кезекте осы ұстайтын жерді одан әрі сәндегіңіз келсе, осылай атласпен орап шықсақ болады. Видеодағыдай. Атласты жабыстырып болғаннан кейін осылай жылтырлақ жабыстырсаңыз болады. Ыстық клейді ең бастапқы тұсына жабыстырып аламыз, және де ортасына, және де ең соңғы жағына ыстық клейді құя отырып жабыстырып шығамыз. Бұл бізге сәндік береді. Қалыңдық гүлін жасап болдық. Енді келесі кезекте біз қыз жолдасқа арналған осындай қолға тағатын набор жасаймыз. Ол үшін мен осындай екі дөңгелек етіп фетр қырқып алдым. Сол фетрге осындай кішкене гүлдерімізді ыстық клеймен жабыстырамыз. 3 гүлді пайдаланамын. Осы біздің букетімізге сәйкес келетін түстерді жиынтықтаймыз. Осылай жабыстырып болғаннан кейін дұрыстап жібереміз. Және де арғы бетін ыстық клей құйып лентаға орналастырамыз. Қаттырақ басып жабыстырылғанын күтеміз. Және де лентаның арғы бетіне тағы да бір фетрді жабыстырамыз. Бізге арғы беті әдемі болып көрініп тұрғаны да маңызды. Осылай көбірек ұстап жабыстырып шығамыз. Күйеу жігіт пен күйеу жолдасқа осындай жасаймыз. Бұл жерде қатты қиын нәрсе жоқ. Атлас матаны осылай қиғаштап отырып, ыстық клейдің көмегімен орап шыға салатын боламыз. Және де мынау жапырақтары қатты жан-жаққа кетіп қалған болса, оны кішкене ыстық клеймен жабыстырып жібереміз. Лентамызды осылай ыстық клеймен жабыстырып шықтық. Сонымен барлығы дайын деуге болады. Мен қалыңдық гүлін жасаған кезде үлкен гүлдерден 7 данасын қолдандым. Дәл сізде егер қажет болып жатса осылай жасап көріңіз. Қолыңыздан келетініне сенімдімін. Видеоларым ұнаса лайк басып, тіркеліп комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бұл менің одан әрі пайдалы видеолар түсіруіме шабыт береді. Бүгінгі сабағымызда дайын орамалдың лекаласын пішіп үйренетін боламыз. Мен осындай ақ параққа сызып көрсетемін. Бізге видеоға түсіргенге ыңғайлы болып тұр. Ал сіздер обойға, плакатқа немесе пакетке сызып көрсеңіздер болады.
Енді біз осылай төменгі жақтан 150 сантиметр ұзындық енді жоғарыға қарай 38 сантиметр ені, яғни ені 38. Осыдан жоғарыға қарай тағы да сызатын боламыз. Жиырма сантиметрден оңға және солға қарай белгілеп аламыз. Енді осы сызықтан төмен қарай 9 сантиметр түсіретін боламыз. Енді осы сызықтарды қосатын боламыз. Осылай қосатын боламыз. Мына жерде 20 сантиметр, 9 сантиметр. Мына жер 75 жартысы. Енді бізге қажетті жерді қызылмен сызып шығамыз. Міне біз қазір лекалаға, міне біз дәл осы сызықта өлшемдер арқылы матаға дәл осылай пішетін боламыз. Біздің лекаламыз дайын. Матаға дәл осы өлшеммен қойып тіге береміз. Мен қызылмен белгілеп көрсетіп жатырмын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді деп сенемін. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта осы лекала бойынша қалай дайын орамалды тігуге болатынын көрсетемін.
Thank